Сәлем баршаңызға, сіздермен Құралай. Мен сіздерге бүгін дәмі ерекше болып шығатын осындай тағамды түскі асқа әзірлеп көрсетіп отырмын. Менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетуді ұмытып кетпеңіздер. Етімізді аламыздағыны осындай жұқа етіп, ұзынша етіп туралап шығамыз, орташа қалыңдықта. Керек заттың бәрін описание бөліміне қалдырдым. Етімізді осылай жақсылап жуып аламыз, дайындап қойып қойдым. Жуамызды, пиязымызды алып, майдалап туралаймыз. Мен үккіштен өткіздім. Терканың орташа көзінен осылай өткізіп алдымдағыны. Қызып тұрған майымызға, алдын ала қызып тұрған майымызға етімізді салып, осылай қуырамыз, жақсылап қуырамыз. Екі бетін алма кезек осылай қуырып отырамыз, жақсылап. Бұл тағамның аты мясо бефстроганов деп аталады. Бұл француздардың тағамы болып есептеледі. Ортасын осылай ашып аламыздағыны. Майымыз жеткілікті болу керек. Пиязымызды салып, ары қарай тұздығымызды сеуіп қуырамыз. 5 минутқа бетін жауып баяу отқа тұндырып қоямыз. Міне, сосын ары қарай қызанақ пастасын алып, 2 қасығын салып, тағда араластырамыз. Асты баяу отта тұру керек. Үй жағдайындағы қаймағымызды алып, 2 ас қасық қаймағымызды саламыздағыны тағда араластырып, жақсылап қуырамыз. Міне, осылай жақсылап қуырып аламыздағыны бетін жауып қойып қоямыз, бұқтырып. Етіміз даяр болғанша гарнирге картошкадан пюре және күріш істеуді жөн көрдім. Күрішімізді алып, осылай керегінше салып, жақсылап жуып аламыз. Суымыз прозрачный, әппақ болғанға дейін. Күрішіміздің үстінен таза суымызды құйып, сливочный сары майымызды саламыздағыны астын қосып, тұз салмай пісіреміз. Міне жақсылап, осылай көбіктеніп, қайнап жатыр. Астын баяу қойып қоямыз. Пюреміз де ол моментте даяр болып қалды. Етіміз міне баяу отта бұқтырылып тұр. Міне күрішіміз дайын болды. Осылай шашырап піседі. Бетін жауып қойып қоямыз. Пюреміз де дайын болып қалды. Картобымыздың ыстық суын төгіп, жартылай сливочный сары майды салып, ыстық кезінде сүтімізді азғана құямыз. Кішкене шекер салып жердім. Осылай жақсылап араластырып, қасықтың көмегімен осылай езгіндеп аламын. Өйткені блендер ештеменің қажеті жоқ. Өйткені картобымыз жақсы піскен, езіліп тұр. Мұздай суды бір тереңдеу ыдысқа құйып аламдағыны ыстық пюремізді алып, қасығымызды батырып аламыздағыны суға. Ыстық пюремізден 2 ас қасық алып, осылай әсемдеп саламыз. Міне осылай әсемдеп саламыз. Неге ыстық су қажет? Өйткені ыстық суға ыдысыңызды осылай бір малып алсаңыз, мұздай суға ыстық пюре, күріш болсын, жабыспайды, тез түседі ыдысқа. Міне осындай форма, менде стеклянный прозрачный ыдыс бар екен. Осыны алып, мұздай сумен бір рет жуып жібердім дағыны, ішін шайып, ыстық күрішімізді салдым. Үстінен ас қасықтың көмегімен басып, кішкене ғана нығыздап, күрішімді, міне шашырап піскен күрішімді бұлай формамен, міне қараңыздар қандай форма шықты. Осылай ас адамның арқауы дейді ғой. Әдемі ыдысқа осылай әсемдеп салып берсеңіздер, адамның тәбетін ашатыны сөзсіз. Кез келген тағамның түрі болсын.
Міне осылай әсемдеп ыдысқа салуды жөн көрдім. Осылай бұл тағамның аты мясо биф строганов деп аталады. Міне осылай салып, әсемдеп, осылай ұсынсаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай тағамның түрі.